Мемлекет басшысы еліміздің шекаралас аудандарын жаппай дамытудың маңыздылығы туралы да атап өткен. Мен шекара маңындағы ауылдарда ауыл ел бесігі жобасын іске асыру мәселелеріне тоқталғым келеді. Еліміздің шекара маңындағы аймақтарында шамамен 900 ауыл бар. Соның ішінде 216 ауыл мемлекеттік шекараға жақын орналасқан стратегиялық ауылдар ретінде айқындалған. Олар бойынша проблемаларын тұтас шешуін қарастыру қажет. Шекара маңындағы ауылдарды дамыту, аталған аймақтардың тұрғындардың кетуіне жол бермеу бүгінгі таңда ұлттық қауіпсіздіктің ең басты аспектісі болып табылады. Сондықтан ауыл ел бесігі жобасы бойынша қаржыландыратын жобалардың тізбесіне келесі айтылған шараларды басым тәртіппен енгізу қажет деп есептеймін. Шекара маңындағы аудандардағы ауылдарды аудан орталықтарымен, облыс орталықтарымен байланыстыратын автожолдарды шұғыл түрде жөндеу қажет. Бұл шекара маңындағы өңірлерде асфальт жолдар жоқ. Осыны басты проблема ретінде қарастыру керек. Және министріміз айтып кетті, 600-ден астам ауылдың 500-ден астам асфальт деп. Менің ойымша осы цифрларға өте мұқият болу керек. Өйткені біз ауылдарға барамыз, мұндай осы шекаралық ауылдарда асфальт төселген ауылдарды мен өзім әзірше көрген жоқпын. Көптеген шекара маңындағы ауылдарда ұялы байланыс пен интернет болмағандықтан отандық телеарналар көрсетпейді. Осы тұрғыда ұялы байланыс пен интернетке арналған антенна діңгек құрғыларды орнату өте маңызды. Сонымен бірге шекара маңындағы ауылдарда әлеуметтік объектілерді ағымдағы жөндеу мәселесі. Бұл ретте бағасы бойынша ағымдағы жөндеу, күрделі жөндеу жұмыстарынан әлде қайда арзан екендігін баса қараған жөн. Сонымен бірге шекаралық аудандарда адамдардың шоғырландырудың басты мәселесі ол аудандардың экономикалық дамуы. Өңірде тұрақтандыру үшін жастарға жоғары ақы төленетін жұмыс орындары қажет. Сондықтан облыс әкімдерімен әрбір аудан мен ауыл үшін барлық мүмкіндіктерді пайдалану керек. Мал бордақылау алаңдарына, логистикалық орталықтарға, пайдалы қазбаларды барлау мен игеруге мақсатты түрде қаржы жұмсау қажет. Әзірше шекаралық аймақтардағы ауылдардың келешегі бұлыңғыр және халықтың орталыққа көшу тенденциясы тоқтаған жоқ. Тағы бір өткір мәселе. Кейбір ірі елді мекендер бағдарламаға мүлде кірмей қалған. Олардың не себепті кірмей қалғаны әзірге бізге жұмбақ болып отыр. Мысалы, Қостанай облысында ауыл ел бесігі аясында тіреу ауылдар тізбесіне 1000-нан 2000-ға дейінгі адам тұрғыны бар 20 елді мекен қосылмаған. Оның ішінде Арқалық қаласының әкімшілігінің Молодежный ауылы 1891 адам, Меңдіқара ауданындағы Қарамай ауылы 1842 адам. Ал Батыс Қазақстан облысында 5 ауыл тізбеге қосылмаған. Тоқтала кетсем, олар Бөрлі ауданындағы Кентібек ауылы 1037 адам, Қазталов ауданындағы Ақпатер ауылы 1002 адам. Сәйкесінше Шығыс Қазақстан облысында 4 ауыл тізбеге кірмеген. Шекаралас өңірлерде Зайсан ауылының Сартерек ауылы 1297 адам, Тарбағатай ауданының Қызылкесек ауылы 1218 адам, Күршіманның Боран ауылы 1050 адам. Осыған сәйкес, ауыл ел бесігі аясында жоғарыда аталған ауылдарды дамытуға қаражат бөлінбейді. Яғни бұл жерде инфрақұрылым әлеуметтік мәселелер шешіліп жатыр деп айтуға жағдай жоқ. Міне осы мәселені министрлік, сонымен бірге облыс әкімдері басты назарында ұстауы қажет. Ең негізгісі, ауыл ел бесігі бағдарламасы ауылдағы азаматтардың шекараның қорғаны болып табылатын шекара шебіндегі ауылдардың әлеуметтік инфрақұрылым проблемасын шешесін басты тетік. Біз шешім қабылдаған кезде міне осы аспектіні назарға алуымыз қажет. Сонымен бірге, менің ойымша министрліктер мынау цифрды айтқан кезде сол цифрлығын дәлдігіне назар аудару керек. Жаңа ғана осы арада мынау инфрақұрылым министрлігінің өкілі біздің еліміздегі 600 ауылдың 550 ауылы сумен қамтылған деп атап өтті. Менің ойымша бұл бүгінгі таңдыққа шындыққа сәйкес келмейді. Осы тұрғыда біз аудит жүргізуіміз керек. Негізінде ауыл ел бесігі дұрыс программа, бұл